Өмірімнің астан-кестеңін шығардың. Тұрсынбектің әйелі қоштасу видеосын жүктеп, елді алаңдатып қойды. Танымал әзілкеш Тұрсынбек Қабатовтың әйелі Мөлдір Мұханова өзінің желідегі парақшасында әсерлі видео жүктеді. Бұл туралы skifnews.kz ақпарат порталы хабарлайды. Ол қоштасу сөздерін айтып, жұртты алаңдатып қойды. Ашуланып, ащы сөздерін де айтты. Өмірімнің астан-кестеңін шығардың. Бар, кет, жоғал. Қайда барсаң, онда кет, деді ол. Сондай-ақ Мөлдір жұбына өміріндегі онымен өткізген көңілді, бақытты сәттер үшін де алғысын білдірді. Не болса да жақсы сәттер көп болды. Көп рахмет саған. Бәрі шынайы болды. Бірақ мен бір нәрсені түсіндім. Адал махаббат сөзбен емес, іспен дәлелденеді. Уәде емес, әрекет. Сезім емес, тұрақтылық. Деп жазған жариялаған видеоның астына. Алайда желі қолданушыларының пікірі екіге бөлінді. Бірі оны қолдаса, бір бөлігі сынап тастады. Бұл да қоймайды екен да, тыныш қана өміріңді сүріп жүре берсейші. Құрысын елге жар салмай. Отбасылық проблеманы өзіңіз айтып жүрген өлеңдей. Арамызда қалсын бәрі, деп қоя салмайсыз ба? Әркімнің басынан өтіп жатқан жағдай. Сабыр түбі сары алтын. Енді осыдан кейін сұраудың қажеті жоқ. Барлығы түсінікті деп ойлаймын. Дұрыс, ұстама кететін адамды, кетсін, деп жазды оқырмандар. Құрметті көрермендер, әлеуметтік желіде танымал адамдардың жеке өміріне қатысты жазбалар мен видеолар тез таралып, жұрттың қызу талқысына түсіп жатады. Бұл жолы Тұрсынбек Қабатовтың жұбайы Мөлдір Мұханованың жазбасы да дәл сондай әсер қалдырды. Оның видеода айтқан сөзі эмоцияға толы, жүректен шыққан шындық секілді көрінді. Мөлдір ханымның сөзінен жан күйзелісі, ішкі арпалыс, бірақ сонымен қатар сабыр мен алғыс сезіледі. Бұл тек реніш емес, сонымен қатар өткенге ризашылықпен қарау, алға қадам басуға дайындық сияқты. Адал махаббат сөзбен емес, іспен дәлелденеді деген тұжырымы әсіресе терең әсер етеді. Бұл көп адамның жан дүниесіндегі шындықты дөп басқан ой. Ал желі қолданушыларының пікірі әртүрлі болуы заңдылық. Бірі қолдап, енді бірі тым ашық бөліскеніне қарсы шығады. Бірақ біз ұмытпауымыз керек. Әр адамның қайғысы, сезімі, шешімі өзіне ғана аян. Ең бастысы, адам баласы қандай шешім қабылдаса да, ол жүрекпен ойланып жасалса, біз тек түсіністікпен қарай білуіміз керек деп ойлаймын. Жеке өмір әркімнің өзінің кеңістігі, ал эмоциямен жазылған жазбалар соның көрінісі ғана.